Всем привет! Бүгін бізде шоколадқа, қалай тез отырамыз, яғни мен шоколадқа отырамын, бірақ та кішкене упражнение жасаймын. Негізінде оның өзінің сыры бар. Ең алғаш негізінде шоколадқа мен 8 жасымнан, 7 жасымнан бастап отырып бастағанмын. Ол кезде яғни мен хореографияға, гимнастикаға қатысқанмын. Ал қазір мен ондайға қатыспаймын, бірақ та мен ара-арасында хобби ретінде осылай шоколадқа, осылай мостик аналарды жасап отырамын. Ал бүгін мен сіздерге сырмен бөлісейін, яғни қалай тез шоколадқа отырып кетуге болады. Ең алғаш сіз өзіңізді тұрып қыздыртып аласыз, қандай жаттығуыңызды білесіз, сол кезде қыздыртып аласыз. Басыңызды, беліңізді қыздыртып аласыз. Содан кейін біз яғни осылай отырамыз, осылай отырған кезде сіздің аяғыңыз целый бару қажет. Яғни мен упражнениені жаңа бастап жатырмын. Біз жаттығуды осылай істейміз. Яғни сіздер бүйтіп отыра алмасаңыздар, онда сіздерге лайфхак, аяқтарыңызды осылай кішкене көтересіздер, арқаларыңызды тік ұстайсыздар да осылай арқаны тік ұстап мына құшақтап аласыздар. Өстіп сіздерге лайфхак осылай отыруға болады, короче. Енді бір аяқты қоямыз. Осылай істейміз. Осылай жасаймыз. Осылай отқан кезде сізде целый барса, онда сіз шоколадқа почти дайынсыз, ал енді бүйтеміз. Енді сіз целый отырасыз, сол кезде сізде нәзік көтеріледі, яғни аяғыңыз отырасыз. Сол кезде оны барынша басып отырасыздар. Барынша басасыздар, енді барынша басылғанша немесе жатасыздар. Шоколадқа отыру үшін енді біз отырасыз. Желеп алдағы қарай кете бересіз, сосын осылай сізде шоколадқа дайын болады. Осылай шоколадқа отырсаңыздар болады. Экспертпін мен. Шоколадқа мен 6 жасымнан бастап отырдым. Қателеспесем 5 жасымнан, кішкентай кезімде мен отыратынмын негізі. Ал нағыз гимнастикаға қатысқаным ол осы 6 жастардан бастап, 7 жастардан бастап. Енді соңында осылай қоясыздар. Вот.